Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, бүгін біз зертхана жұмысын жүргізетін боламыз. Бұл жерде біз газдалған сусын Кока-колаға тәжірибе жасайтын боламыз. Балалар, сіз бұл сусынды жақсы көресіздер ме? Да. Алайда балалар, бұл Кока-кола сусынның біздің ағзамызға кері әсер ететінін білесіздер ме? Жоқ. Балалар, бұл Кока-кола сусыны біздің ағзамызға өте зиянды сусын. Оның құрамында қант мөлшері өте көп екен. Сондықтан балалар біздің ішкі құрылыстарымызды, асқазандарымызға зақым келтіреді екен. Және де оның құрамында балалар, көптеген бояулар кездеседі екен. Сондықтан бұны біз ағзамызға, біздің бауырымызға, асқазанымызға, ішектерімізге зақымдайды. Және де балалар, бұл газды сусын болғандықтан біздің ішімізді ісіріп жібереді екен. Апай, сонда біз Кока-кола ішіп, біздің ішіміз ауыра ма? Иә, әрине қарақат. Ол біздің ішімізді ауырат, ішкі құрылысымызға зақым келтіреді екен. Апай, сонда коланың зияндығы көп екенін қайдан білсек болады? Дұрыс айтасың, Мансұр. Бұны біз қазір тәжірибе барысында көретін боламыз. Ал балалар, алдарыңызда не тұр екен? Кока-кола және де қағаз майлы. Және де қағаз майлы. Дұрыс айтасыңдар. Ал Мансұр, Мұхаммед, Кока-кола, алмашырын су. және де қант тұр екен, иә? Дұрыс айтасыңдар. Балалар, енді біз осы қағаз майлықтарды біздің ішкі ағзамызды елестетейік. Осы қағаз майлықтар арқылы біз тәжірибе жүргізетін боламыз. Бұны біз Кока-кола сусынына және де табиғи шырынға салып көрген кезде, балалар, біздің ағзамыз қандай күйде болатынын өз көздерімізбен көретін боламыз. Мансұр Мұхаммед, ал бұл газды сусынның құрамында қант мөлшерінің қанша мөлшерде көп екеніне тәжірибе жүргізетін боламыз. Айдана, мен ыдысқа Кока-кола сусынын құямын. Ал неше қарағат, мен оны алмашырынды ыдысқа қоямын. Дұрыс айтасыңдар, ал құямыз. Айдана, құя ғой. Ал енді біз не істейміз екен? Қағаз майлықты бүктеп Кока-колаға саламыз. Ал қанекей, тәжірибе жасап қарайық. Көрдіңіз бе балалар, қандай түске айналып жатқанын? Мұхаммед, не құямыз екен ыдыстарға? Мен коланы қоямын, мен алмашырынды қоямын. Ал енді үшінші ыдысқа не құямыз балалар? Су құямыз, иә? Көп толтырып құямыз. Кока-кола сусынының бір ыдыста 5 қасық қант болады екен. Ал алма шырындарында 1 қасық қант болады екен. Мансұр Мұхаммед, мен газды сусында неше қасық қант бар деп айттым, Мансұр? 5, қанекей 5 қасықты қалтаға салайық. Санайсың, Мұхаммед? Қарап тұрамыз. 2, 3, ой балалар, бүгін деме қант өте көп, иә? 5, ал енді алма шырынында неше қасық қант бар деп айтты? Мұхаммед? 1 қасық. Қанекей салайық, Мұхаммед? 1 қасық. Ал енді қалыңдашы. Ал табиғи суда балалар қант бар ма? Жоқ екен. Ал Мұхаммед, Мансұр, қай сусында қант құрамы көп екенін біз таразы арқылы анықтап көрейік, иә? Қанекей қалып көрейік. Ал қараңдашы, қай бөлігі басым болып тұр? Мұхаммед, қарашы. Кока-коланыкі. Кока-колада, демек, Кока-кола газды сусында қант құрамы қандай екен? Көп екен. Көп екен. Ал алма шырында қандай екен? Аз екен. Мұхаммед, шынымен де газды сусында қант мөлшері көп екен. Ал алма шырынында аз екен. Көрдіңдер ме балалар? Газды сусында қант мөлшері өте көп екен. Демек, ол біздің ағзамызға қалай әсер етеді екен? Зиян екен. Айдана, қарашы, менің ыдысымдағы қағаз майлығым түсі өзгеріп жатқан сияқты. Менікі өзгерген жоқ. Қарақат, Айдана, енді біз тәжірибеміздің нәтижесін көрейік. Айдана, ал сенің қағаз майлығының түсі қандай екен? Өзгерген жоқ. Қарақат, сенің қағаз майлығының түсі қандай болған? Ол қап-қара болып кеткен екен. Апай, сонда біз Кока-кола шырынын ішіп, біздің ішіміз қарайып кете ме? Иә, дұрыс айтасың, Қарақат. Біздің тәжірибеміздің нәтижесінде Кока-коланы біз мөлшерден көп тыс пайдаланса, біздің ішкі құрылысымыз осындай болып қап-қара болып кетеді екен. Енді біз Кока-кола шырынын ішеміз бе? Жоқ. Айдана, қарашы, менің қағаз майлығымның түсі өзгеріп кетіпті. Иә, дұрыс айтасың. Енді Кока-коланы іспей қояйық енді. Енді біз достарымызға айтып жүрейік, зиян екенін біліп жүрсін. Ал балалар, бүгін біз газдалған сусын Кока-кола сусына тәжірибе жасадық. Тәжірибе барысында балалар біз Кока-кола сусының ағзамызға өте зиян екенін естідік? Білді. Енді біз газды сусындарды пайдаланамыз ба? Жоқ. Жарайсыңдар балалар.